Армелемсар мен Казмен. Сіздерге мені қазақстандық мультикалардан қателік тапқан ұнауда. Түсіргім келмеді. Өздеріңіз қайта Казмен түсірші қайта деп қоймадыңыздар. Енді қалай таппасқа достар. Ал бүгін мен сіздерге Желаяқ мультикасынан қателік тауып айтатын боламын. Лайк басып, және арнаға жазуды ұмытпаңыздар. 100 подписчикке жетейін деп қалды. Жаңа жылға маған сыйлық қылдырып қызыл болып тұрған подписаться кнопкасын басамыз. Ал олай болса, мен видеомды бастай берейін. Тау соғар, тау жылжытып жатыр. Қоңыр түсті екен. Бірақ жалпы планда мүлдем басқа. Және неге үлкен тау жылжып жатыр, егер кішкентай жылжытса? Мына құстар пеликандар, көбінесе көлді жағалауларда мекендейді. Олар мына жерде болмауы тиіс. Қазақстан жерінде болса Балқашта немесе Каспийдің жағалауында ұшу керек. Дала бұлтты ма, әлде бұлтты емес пе? Тік түсінбедім. Желаяқ жүгіріп жатқан кезде байлатып едім. Мынаны көрдім. Аяқ өзінің формасын өзгерте береді. Және аяқтың түсі кезек өзгеріп жатыр. Қол да сондай екен, қайта түсін өзгертіп. Кигіз үйінің есігі сыртынан ашық. Бірақ ішінен қарасақ жабық екен. Желаяқ қайтадан далаға шығады, есік ашық. Біз жарты жолдан жүгіреміз, ал сен сонау қырдың басынан жүгіресің. Қырдың басында жол болған жоқ емес пе? Одан кейін неге пайда болды? Желаяқ туға жақындап бара жатқанда, ту оңға қарай желбіреп тұрады. Алайда қасына өтейін деп тұрғанда, желаяққа қарай желбіреп тұр. Мына тас жолда болмады ғой. Желаяқ өзінше болып отырсын деп жол ортасына суретші сала салды ма? Неге мына баланың дауысы басында бұлай? Біз бәреге 20 қадам қалған жерден бастаймыз, ал сен қырдың басынан. Кейін басқаша. Я сенімен жарысу, желмен жарысқанмен тең. Бір баланы 2 адамды бастаған ба түсінбедім. Алтыбақан дәл қасында аппақ кигіз үй. Бірақ жалпы планда бір қоңыр кигіз үй. Оның өзі алпауыз. Мына кадрда егіздер көп екен. Осы баланы қатты ұзын қылдырып жүрген сияқты. Осы жерде артына қарасақ, желаяқтың аяқ киімі көрінбейді. Бірақ жүгіріп кеткен кезде, хоппана бүкіл уақыт бойы аяғында болыпты. Желаяқтың қолындағы арқан мынандай. Лақтырғанда басқа. Еңседі, ұстап тұра алмайды. Ертеңнен. Тұза тұра же, қайдан пайда болдыңыз? Сіз жаңа болмадыңыз ғой. Желаяқ бала кезінде саусағы 5 болыпты. Бірақ есейген кезде 4 ғана қалды. Қалай жоғалтқанын көрсетсе, сол қызық болушы еді маған негізі. 5 мыңда болды ғой. Әлде маған елесі кетті ма? Жоқ болыпты. Суретші салуды ерінген ғой. Жарайды, түсінуге болады. Осымен қателіктер бітті достар. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, арнаға жазылып, қоңыржаны басамыз. Сол кезде мен қызықты жаңа видеоларымды өткізіп алмайсыңдар. Комментарияға қайта мультикалардан табайын, соны жазыңыздар. Мен міндетті түрде оқимын. Және 100 подписчик туралы ұмытпаңыздар достар. 100 подписчик туралы. Сіздер мен болған Казмен, қош сау болыңыздар.